Саламатсыздар ма? Полиция капитаны Аманжолов берген. Кайсыздар, амансыздар ма? Қазіргі таңда біздерде мына жас кәмелетке толмаған балалардың көп шоғырланатын жерлеріне түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өйткені қазіргі таңда жасөспірімдердің арасында түнгі мезгілде жүріп қылмыстың көп болуына байланысты қылмыстың алдын алу мақсатында осы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазақстан Республикасының заңнамаларына, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің баптарына, талаптарына сәйкес ата-анасыз қазіргі таңда 23:00-ге жүруге болмайды. Ата-анасымен енді былай келгенде ойын сауық көтеретін орындарда 22:00 кейін. Қазіргі таңда енді жасөспірімдердің көп шоғырланатын жерлері, мысалы сіздердің каток дейміз ғой, мұз айдынында балалар көп шоғырланатын болған себептен сіздерге келіп түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда шалқар ауданы бойынша, қала бойынша жасы кәмелетке толмаған балалар арасында қылмыстың, соның ішінде алкогольдік ішімдік жасап ересек азаматтардың арасында қылмыстың көбеюіне байланысты алкогольдік ішімдік уақытының шектелгендігі туралы ескертіп жатырмыз сіздерді. Оны білесіздер ғой, енді сіздерге алдында ұсынумен келіп түсіндіріп кеттім. Сол жөнінен екінші мәселе, жасы кәмелетке толмаған балаларға енді алкогольдік ішімдік, спирттік ішімдіктер қандай да болмасын. Темекі, электрон темекі бар ма сіздерде? Сіздерде алкогольдік ішімдікке лицензия бар ғой, сол жөнінен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.